Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 59-шы сабақ тіршілік көзі тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта сюжеттің дамуын болжаймыз және де мәтінге жаңа кейіпкерлер қосатын боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Орында өсімдіктердің табиғаттағы өсіп-өнуін ретімен оқы. Әңгімелеу кезінде жыл маусымын тіркестіріп айт. Мысалы, көктемде отырғызады. Балалар, бізде бірінші суретте алмағаш берілген, алмағашты біз қай кезде отырғызамыз? Көктемде отырғызамыз, алмағашты отырғызамыз. Алмағаш тамырланады. Одан кейін ол не істейді? Гүлдейді. Гүлдегеннен кейін ол гүлінен түйін салады, түйін салады. Одан кейін ол жаздық алма болса, жазда пісіп жетіледі. Ал егер де күздік алма болса, күзде пісіп жетіледі. Екінші сурет ол егінші. Егінші не істейді? Көктемде жерді жыртады. Одан кейін тұқым дайындайды, дайындаған тұқымын жерге себеді. Одан кейін оны жаздай суғарып, қарап, баптап өсіреді, Одан кейін барып күз келген кезде оны жинап алады. Яғни бірінші орады, одан кейін оны жинайды, қамбаға тасиды, барлығын жинап машиналармен, қамбаға түсірілген бидайдың барлығын ұшырып, тазалап, жөндеп, одан кейін барып қоймаға барлығын жинап салатын болады. Осылайша балалар, біздің егіншілігіміз жүзеге асады екен. Олай болса, біз үшінші тапсырмаға көшеміз. Тыңда. Мысал өлеңді тыңда. Шегіртке мен құмырсқаның тіршілігі табиғатпен, жермен байланысты екенін түсіндір. Иван Андреевич Крылов 1769 жылы дүниеге келіп, 1844 жылы дүниеден өткен. Ол ақын. Мәскеу қаласында дүниеге келген. 200-ден аса мысал өлеңі бар. Шегіртке мен құмырсқа, қарға мен түлкі сияқты өлеңдерін оқыған боларсыздар, балалар. Олай болса, түсініп оқы. Жапырақтар мен тамырлар. Жаздың жақсы күнінде бір жапырақтар судыр-сыптыр. Көлеңкесін жайып жерге, көркін көріп көңіл өсіп. Дала көркі бізде десіп, мақтанды кеп ерге желге. Ағаштардың көркі бізбен, жасыл желек киіп бізден. Түсіп көзге түрленеді, сыпсида боп қалса қурап. Желкілдеген шашты бұйра, біз болмасақ кім береді? Біз мақтансақ қанша айып, төңірекке сая жайып. Көрсетеміз көпке пайда, мал соңында жүр малшылар. Ыстық күнге қалай шыдар? Біз бермесек сая қайда? Көлеңкемде малшы әйелдер бой сергітіп жырлар билер. Аз демалып рахаттанар, таң сәріден бұлбұл менде. Ерке желім, кел сенде де, қамқорлығым саған да бар. Сонда біреу кім бір етті? Болжа. Бұл ненің даусы болуы мүмкін екен? Болжа. Даусы қандай құдіретті, жер астынан шыққан жарып, деді бұлай баяу ғана. Өз басыңды ойлау жала. Мына біздер ұмыт қалып. Жапырақтар, бұл кім? Деді. Неге мұнша сілкінеді? Кім едің сен сонша мықты? Біз тұрғанда сендер кімсің? Кімді алдап сендірмексің? Ұят олай, ойлау тіпті. Біз ғой, деді әлгі дауыс. Сендерге де берген табыс. Қараңғыда жерді қазып, жақсылықты білмейсіңдер. Білмей тұрып сөйлейсіңдер. Біз береміз ағаш қазық. Рас, еңбек жасадыңдар. Бірақ бізді еске алыңдар. Жаңа көктем, жас жапырақ.
қурап қалса жерде тамыр. Соқса дағы қанша дабыл, ағаш қалар бос қалтырап. Балалар, өте керемет айтылған өлең екен, иә? Яғни бұл өмірде бос мақтануға болмайды екен, иә? Бірінші мақтанар алдында. Қазақта айтады ғой, жан жағыңа қарап сөйле деп. Сол сияқты алды артымызға қарап, содан кейін ғана барып мақтану керек екен, иә? Жөні жоқ, мақтанудың да бір орны болмайды. Яғни жараған іс болмайды. Бұл өлеңде соны айтқан екен, иә? Қорытындыла, ойлан. Мысал кейіпкерін болжауда саған не көмектесті? Мысал кейіпкерін болжауда маған мысалдардың тақырыбы көмектесті. Жапырақтың бейнесінен қандай адамды көруге болады? Жапырақтың бейнесінен мақтаншақ адамды көруге болады. Тамырдың сөзіне не қосар едің? Тамыр өте дұрыс айтты. Егер ағаштың тамыры болмаса, оның жапырақтары да, ағаштары да әрі қарай дамып, өсе алмас еді, иә балалар? Келесі бізде есіңе түсір 7-ші тапсырма. Жансызды жанды ретінде бейнелеу тәсілі қалай аталады? Жансызды жанды ретінде бейнелеу кейіптеу деп аталады екен, иә балалар? Келесі біздегі тапсырма ол 8-ші тапсырма, кейіпкерлердің рөліне еніп, жапырақпен сөйлесіңдер. Мысалы, мен күнмін. Мен күнмін. Менің жылуым арқылы барлық әлем тірі жан, жануар, табиғат жылынады. Өздеріне қажетінше жарық пен жылу алады. Мен сумын. Мен арқылы барлық тіршілік иесі шөлдерін қандырады, сусындайды. Менсіз тіршілік жоқ, су тіршілік көзі деп бекер айтылмаса керек. Менің пайдам орасан зор. Мен ауамын. Менсіз ешбір табиғат өмір сүре алмайды, тыныстай алмайды. Балалар, көріп тұрғаныңыздай, осы үшеуі де адам өміріне өте бір маңызды дүниелердің бірі екен, күн, су және де ауа. Қорытындыла, өлең мазмұнынан өзіңе пайдалы не алдың? Өлең мазмұнынан өзіме пайдалы жапырақ пен тамырдың қызметін және олардың ерекшеліктерін біліп алдым. Мысал өлеңнің басты белгілерін атап жаз. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.